Сәлем достар! Бүгін сіздердің назарларыңызға психологиялық тест. Көзде қандай сыр бар? Көзіңіздің түсіне қарап, сіздің қандай адам екеніңізді айтып беретін боламыз. Бізді жоғалтып алмау үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Егер сіз қара көздің иесі болсаңыз, күш-қуаты мол, өмірді сүйетін, ынта-жігері мықты жансыз, мінезі бір қалыпты деуге келмейді. Мұндай адамды алған бетінен қайтару мүмкін емес, және ешкім де жолында кедергі бола алмайды. Оның бұл қасиеті асығыс шешім қабылдауға түрткі болып, сәтсіздікке ұрындыруы мүмкін. Егер де сіздің көзіңіз қоңыр көзді болсаңыз, табиғатынан сезімтал, өте ақылды, тартымды болып келесіз. Темпераментті, адамға тез ренжіп, ренішін жүзінен байқатып, артынша тез ұмытып кетеді. Кемшілігі деп қырсықтығын айтуға болады. Астролог қоңыр көзді адамның ашық жарқын келетінін, кез келген адаммен жылдам тіл табысып кететінін айтады. Олар айналасына ғашық болып жүреді. Ал егер сіздің көзіңіз көк болатын болса, өте эмоционалды, сезімтал, романтик жансыз, түс шолпан планетасына сай келеді. Олар серігінен ес-түссіз ғашық және өзіне дәл солай ғашық ете алады. Олардың не ойлап тұрғанын анықтау мүмкін емес. Әрдайым әділдікті жақтайды. Қолығы да жоқ емес, кемшілігі де тәкаппарлығын айтуға да болады. Сұр көзді адамдар жайлы не айтылады екен? Ақылды және шешімді дұрыс қабылдай алады. Қиындыққа тап болса, қашпай бірден шешімін табуға кіріседі, тек ақылына ғана сенеді. Оларға айналадағы барлығы да қызық болады. Махаббат пен мансапты да жолы болғыш болып келеді. Көгілдір көзді жандар, олар жиі алдайды. Мақсатына берік болса да, тым сентименталды. Олар адамның көз жасына қарамайды. Кейде қатты ашуланып, себепсіз күйзеліске бой алдыруы мүмкін. Көп жағдайда сабырлы келеді. Егер сіздің көзіңіз жасыл болса, онда тыңдаңыз. Нағыз нәзік жандар. Таңдаған жанына әрдайым адал болып, шын сүйеді. Достары сенімі мен мейірімін ерекше бағаласа, дұшпандары қатты мінезімен айтқанын орындамай қоймайтынын қорқады. Серігін өте жақсы тыңдайды. Үнемі ұтымды пікір айтады. Өздері басқарып отырған кез келген істі мінсіз етіп орындауға тырысады. Егер де көзіңіз жолбарыс тәріздес болса, сирек кездесетін талантты жандар. Олар қарсы алдында тұрған адамның ойын оқи алады. Әртістікке бейім, кез келген іске шығармашылық жұмыс секілді қарайды. Мұндай сарыға ұқсас түстегі көздер сирек кездеседі. Жақсы ниетпен араласқан жандардан алыстағысы келмейді. Сіз өзіңізге сәйкес көзді таптыңыз ба? Тестіміз көңіліңізден шыққан болса, біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен болған Психобум арнасы.